Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін ана тілі 1-сынып 62-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Балалар, бүгін барлық жаттығуларды орындаймыз. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Заттың атын білдіретін сөздер: өлеңді оқы, жаттап ал, қолыңды жу, қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбекке малып, жасыл қызыл ағын, қолдана бер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын, қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда, таңда түсте кеште, қол жуудан тынба, серік бол қасен. Өлең не туралы? Өлең қол жуу туралы. Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек? Қолымызды жуып жүруіміз керек. Сабынның пайдасы қандай? Сабынның пайдасы қолымыздағы микробтарды кетіреді. Заттың атын білдіретін сөздерді тап делінген, не? Заттың атын білдіретін сабын сөзі. Ал балалар, екінші жаттығу: жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Жуған киім тазарып, өзі қалды тымарып. Жауабы сабын. Балалар, лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты мұқият қарап отырамыз. Келесі 3-ші жаттығу: көркем жаз. Су, сабын, сүлгі, тарақ, айна. Осы сөздерді әдемілеп дәптерлеріңе жазып аласыздар балалар. Ал балалар, келесі 4-ші жаттығу: сурет атауларынан алғашқы әріптерінен сөз құрап айт делінген, не? Мұнда бізде тарақ және де алманың, сумканың, қоянның, лақтың суреті берілген, не? Бұл жерде жауабы тазалық. Ал балалар, сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар балалар.